Сәлеметсіздер ме, балақайлар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Балалар, бүгін біз жаңа бөліммен танысамыз. Менің айналамды не қоршап тұр? Сабағымыздың тақырыбы мынау ағаш. Бірінші тапсырма. Тыңда. Мынау ағаш. Мынау жапырақ. Қанекей балалар, қайталаймыз. Мынау ағаш, мынау жапырақ. Ал балалар, екінші тапсырма бойынша мына ағаштардың түстерін айтып қайталаймыз. Тыңда. Жасыл жапырақ. Қайталаймыз. Жасыл жапырақ. Тыңда. Сары жапырақ. Қайталаймыз. Сары жапырақ. Жарайсың. Тыңда. Қызыл жапырақ. Қайтала. Қызыл жапырақ. Тыңда. Қоңыр жапырақ. Қайтала. Қоңыр жапырақ. Жарайсыздар балалар. Жапырақтың түстерін қатесіз қайталап шықтыңыздар. Өте жақсы. Ал ендігі орындайтын тапсырмамыз мына ағаштарға әдемі жапырақтар салайық және бояймыз. Жасыл жапырақ, сары жапырақ, қызыл жапырақ. Ал қанекей балалар, іске кірісейік. Жарайсыздар балалар. Сіздер әдемі жапырақтарды салдыңыздар деген үміттемін. Ендігі орындалатын тапсырмамыз төртінші тапсырма. Мына берілген жапырақтарды күзгі жапырақтың түстеріне сай бояйық. Қанекей айтыңдаршы, жапырақтар қандай түсте болады? Өте жақсы, жарайсыздар. Жасыл, сары, қызыл, қоңыр түске боялады екен. Қанекей жапырақтарымызды бояймыз. Тыңда, қайтала. Қазақ тіліне тән дыбыстарға назар аудар. Ә, ө, ә, ү, о. Ғ, қ, ң, х. Жарайсыздар балалар. Ендігі орындалатын тапсырмамыз сергіту сәтін орындайық. Орнымыздан тұрамыз. Алақанды ұрамыз. Бір отырып, бір тұрып, бір отырып, бір тұрып, біз тынығып аламыз. Сау болыңыздар балалар. Сабағымыз аяқталды.